көлде Джек Фрост есімді жас жігіт пайда болады. Ол оған қалай жеткенін есіне түсірмейді. Оның аспандағы толық айды көргені туралы соңғы естелігі және судан шыққан кезде ол қандай да бір себептермен оған қол тигізгеннің бәрін мұздатуға күш беретін қызметкерлерді табады. Жас жігіт өзінің жаңа күшіне қуанып, жақын маңдағы ауылға қашып кетеді. Онда ол тұрғындармен сөйлесуге тырысады. Алайда олардың ешқайсысы оны естімейтін сияқты. Ал бір бала тіпті көзге көрінбейтін рух сияқты Джектен өтіп үлгереді. 300 жыл өтті. Ал солтүстік полюсте Николас Норт, яғни Аяз ата, өзінің сиқырлы глобусымен бүкіл әлемдегі балаларды бақылап отыр. Кенеттен жұмбақ энергия жер шарын шарлай бастайды. Бұл өткеннің қауіп-қатері қайта оралғалы жатқанын хабарлайды. Содан кейін Аяз ата солтүстік жарықтар түрінде хабарлама жіберіп, қамқоршылар деп аталатын серіктерін шақырады. Құмшы, арман құдайы және тіс ертегісі не болғанын білу үшін солтүстік полюске аттанады. Барлығы жиналғанда Аяз ата Бүгейман Пичтің қайтып оралғанын хабарлайды. Пасқа қояны бұл мүмкін емес деп санайды. Өйткені ол ғасырлар бұрын ұсталған және Пасқа жақындап қалғандықтан қауесеттерге уақыт бөле алмайды. Алайда терезелерден жарқыраған жарық пайда болады. Ол айдағы адамнан төртеуін қамқоршы етіп таңдаған тіршілік иесінен шығады. Жарық Бүгейменнің бейнесін қалыптастыратын көлеңке жасайды. Бұл зұлым адамның әлемді қайтадан қараңғылыққа батыруға ниетті екенін дәлелдейді. Бұған жол бермеу үшін айдағы адам фильмінде топқа Пичпен бетпе-бет келуге көмектесетін жаңа қамқоршы пайда болады. Аяз атаның сарайындағы көлікті пайдаланып, ол Джек Фросттан басқа ешкімді көрсетпейтін жаңа мүшені көрсетеді. Аяз, ғасырлар бұрын қатып қалған, көлде оянған жас жігіт. Оның таңдауына барлығы таң қалды. Әсіресе Банни, ол әрқашан өзінің қабілеттерін пайдалануда жауапсыздық танытты. Осы жерден алыс жерде Джек Фрост желмен бірге ұшып, барлық жерге мұз таратып, әлемді шарлап жүр. Ол жай ғана көңіл көтеріп жатқан сияқты көрінгенімен, Джек мұзды өзіне назар аудару үшін пайдаланады. Оны біреу көреді деп үміттенеді. Бір күні таңертең ол Джейми есімді баламен кездеседі. Бала достарымен кездесуге барады. Бірақ анасы оған қалпақ киюін айтады. Әйтпесе ол Аяз ата сияқты тоңып қалады. Джейми оның кім екенін сұрайды. Бірақ анасы оның ескі аңыз екенін және оның шынайы емес екенін айтады. Мұны естіген Джек өзінің бар екенін дәлелдеуге бел буып, Джеймиге сиқырлы қар лақтырады. Әйтеуір, Джектің сиқыры баланы бақытты етеді. Және ол достарымен бірге қар түйіршіктерінің бірі маңайдағы ең күшті қыз кекске тигенше қар түйіршіктерін ойнай бастайды. Джек тағы да өзінің сиқырын пайдаланады. Ал кексик ұлдарға үлкен қарлы кесек лақтырып, көңіл көтеруге қосылуды шешеді. Алайда Хайме тайып кетіп, шанасымен домалап, көшенің ортасында қалып қойды. Тез арада Джек өзінің сиқырын мұз айдынын жасау үшін пайдаланады. Бұл балаға қозғалатын жүк көлігімен соқтығыспауға көмектеседі. Бақытымызға орай, Джейми мүсіннің алдына жарақатсыз қонды. Бірақ жүк көлігінен құлап кеткен диванға соғылып, алғашқы сүт тісінен айырылды. Көп ұзамай ол тісін достарына көрсетіп, кейінірек жастығының астына қояды. Тіс ертегісі келіп, оны алады деп үміттенеді. Джек баланы және оның бақытты отбасын үй ішінде бақылап отырады. Бұл оны одан сайын жалғыз сезінеді. Өйткені оны ит сымдарының бойымен келе жатып, Сандменнің құмдарының аспанда қалқып бара жатқанын көріп, барлық балаларға тәтті армандар сыйлайды. Солардың бірі бір мүйізді армандайтын кекстер, бірақ көп ұзамай Бүгеймен пайда болып, арманын қорқынышты түске айналдыру үшін өзінің сиқырын пайдаланады. Бір мүйіз көп ұзамай қара атқа айналады. Ал Пич оған орманның тереңіндегі ұясына баруды бұйырады. Содан кейін ат жүйрік болып, Джектің жанынан өтіп бара жатып, оны күдікті деп тауып, оның соңынан еруге бел буады. Жолда ол бұрын кездескен Пасқа қоянын кездестіреді. Бірақ бәрі жақсы аяқталмады. Осыған қарамастан, Пасқа қояны өзінің тапсырмасы бар екенін айтады және көп ұзамай Санти-Сити Аязды ұстап алып, оны түннел портал арқылы солтүстік полюске апарады. Қамалға келгенде Джек басқа күзетшілерді тауып, не болып жатқанын сұрайды. Аяз ата Бүгейменнің қайтып оралғаны туралы және Джекті қайтарған айдан келген адам оны жаңа күзетші етіп тағайындағаны туралы айтады. Джек айдағы адаммен сөйлескісі келсе де, оның не үшін жаратылғанын білгісі келсе де, ол бұл ұсыныстан бас тартады. Өйткені ол өзін күзетші болуға лайық деп санамайды. Содан кейін Аяз ата оны бетпе-бет сөйлесу үшін шетке алып кетеді де, оған өзінің ойыншықтар фабрикасын көрсетіп, барлық күзетшілерде не бар екенін, олардың мәні туралы айтып береді. Ол мәні әрбір тіршілік иесінің мақсаты, ал Аяз атаның мақсаты балаларға қуаныш сыйлау екенін түсіндіреді. Алайда Джек өзінің мәнін әлі таппадым деп жауап береді. Бірақ олардың әңгімесін Пасқа қояны үзіп, барлығына ертегі патшалығына басып кіру туралы ескертеді. Содан кейін Аяз ата сол жерге баруды шешіп, Джекті шақырады. Пасқа қояны мен Сандмен бірге, шанамен бірге саяхатқа шығады. Бұғылардың жылдамдығымен топ аспанды шарлап өтеді. Бірақ патшалыққа келгеннен кейін олар зұлым энергияның барлық перілерді жаулап алғанын көреді. Бақытымызға орай, Джек Фрост олардың біреуін құтқарып үлгерді. Ал топ сарайға басып кіріп, тіс ертегісін тапты. Ол көмек сұрайды. Өйткені оның кішкентай перілері мен балаларының тістері жұмбақ энергияға толы болды. Бұған жауапты адам көп ұзамай өзін танытады.
Ал Пич сарайда Сандменнің сиқырымен жасаған қара жылқымен бірге пайда болады. Ол Джек Фростты көргенде таңғалады. Бірақ ол әлі күзетші болмағандықтан, Пич оны елемей, кек алу үшін келгенін ескертеді. Бұрын қорқынышты жер әлемдегі ең қорқынышты тіршілік иесі болған. Ол барлық адамдардың үйлерін үрейлендірген. Алайда, айдағы адам өзінің жарығымен көріксіз қараңғылықты сейілту үшін 4 күзетшіні таңдады. Уақыт өте келе, қорқынышты жер ұмытылды. Ал күзетшілер ерекше жағдайларда жақсы көретін және атап өтілетін болды. Дегенмен, Пич өзінің кішкентай перілерінсіз балалардың сүт тістерін жинай алмайтын тіс ертегісінен бастап, оның соңы аяқталады деп уәде береді. Осыған байланысты олардың барлығы келесі күні қайғылы оянып, уақыт өте келе тіс ертегісіне сенуді тоқтатады. Пич армандар әлемімен, Пасхамен, Рождествомен де солай істеуге ниетті және қамқоршыларға енді ешкім сенбесе, олар өмір сүруін тоқтатады. Алайда Аяз ата бұған жол бермейтінін ескертеді және қолында қылыштарымен бірге Пичке шабуыл жасайды. Басқа қамқоршылар Пасха қояны тіршілік иесіне шабуыл жасау үшін сиқырлы жұмыртқалары мен бумерангтарын лақтырады. Бірақ бөгемен із-түзсіз жоғалып кетеді. Олар күткеннен де үлкен қауіп төніп тұрғанын көрген Аяз ата Пасха қояны және Сандмен қараңғылықты тоқтатудың жолын ойлап табуға тырысады. Олар сөйлесіп жатқанда Джек балалардың тістерін тартып алғанына қынжылады. Бірақ бері олардың ішіндегі естеліктердің бар жоғын білу ең құнды нәрсе екенін түсіндіреді. Әрбір тіс өз балаларының, соның ішінде Джек Фросттың әлі адам болған кезіндегі естеліктерін сақтайды. Ол таңдалды, өйткені ол өзін мұздатылған көлде тудым деп ойлады және өзінің өткені туралы білгісі келеді. Бірақ перінің айтуынша, оның тістері де шайырмен жұлынған. Одан да сорақысы, ертегі патшалығы қараңғылыққа бата бастайды. Өйткені балалар сенуді тоқтатады. Жағдай күрделене түскен сайын, Аяз атаның ойы бар және ол барлығын бүгін кешке балалардың тістерін жинап, ертегіге көмектесуге шақырады. Барлығы келіседі. Соның ішінде Джек Фрост, ол өзінің адам болған кезіндегі естеліктерін қайтарғысы келеді. Осылайша, бесеуі де бүкіл әлем бойынша балалардың тістерін жинауға аттанды. Олардың әрқайсысы өздерінің ерекше қабілеттерін пайдаланды. Аяз атаның шанасы бар және мұржасы арқылы үйге кіре алатын болса, Пасха қояны жердегі портал тәрізді тесіктерді ашады. Ақырында Сандмен, тіс ертегісі және Джек Фрост аспанға ұшып, балалардың жатын бөлмелеріне кіріп, сүт тістерін алып кетеді. Бірнеше сағаттың ішінде әлемді шарлап шыққаннан кейін, олар бәрін ертегіге жеткізеді. Бірақ ол сыйлықтар қалдыруды ұмытып кеткендерін сұрайды. Бұл егжей-тегжейді ұмытып кеткендерін түсінген соң, төртеуі де тиындар мен сыйлықтарды жинап, барлығын жастықтың астына қалдырады. Олар білмей, қараңғылықтың жылқысы бәрін көріп, жасырынған жеріне оралып, бұл туралы қожайынына хабарлайды. Жарықтың өмір сүруін жалғастырып жатқанын көріп, ол жоспар құрып, қараңғылық жылқыларын топтың артына жібереді. Ақырында, Джек пен пері сыйлықтарын қалдыру үшін Джеймидің үйіне барады. Екеуі де балаларға қуаныш сыйлауға қуанышты. Пері Джекке көрсеткен көмегі үшін алғыс айтады және тістері мен перілерін қайтарған бойда есте сақтау қабілетін қалпына келтіруге уәде береді. Көп ұзамай Аяз ата, Пасха қояны және Сандмен де пайда болады. Бірақ шул Джеймиді оятады және оның алдында күзетшілерді көргенде таңғалады. Өкінішке орай, Джек әлі күзетші болған жоқ және әлі күнге дейін көрінбейді. Бірақ босқа кететін уақыт жоқ. Ал Аяз ата оған Сандмен баланы ұйықтату үшін құмын пайдаланады. Содан кейін жаратылыс армандаған құм шарын жасайды. Бірақ оны Джеймиге лақтырғалы жатқанда, оның иті Пасха қоянын көріп, оған шабуыл жасайды. Сандмен сағынып қалады да, доп бөлменің айналасына шашырап кетеді. Соның салдарынан бәрі бірден ұйықтап қалады. Осы бейберекетсіздіктің ортасында терезеден қара аттар пайда болады. Ал Джек Сандменді олардың соңынан еруге шақырады. Екеуі бөлмеден шыға салысымен, София пайда болып, үйіндегі ертегі жаратылыстарын көріп қуанады. Ол ақырында Аяз атаның киімін киген қар глобусын тауып алып, оны кездейсоқ қабырғаға лақтырып жіберіп, бөлменің ортасында портал жасайды. Осы уақытта Джек Фрост пен Сандмен қара жылқыларды қуа береді. Ал арман құдайы олардың біреуін ұшатын манта сәулесіне айналдырады. Содан кейін Джек тіршілік иесін мұздай заратпен атып, оны ғимараттың төбесінде ұстап алады. Алайда, көп ұзамай Пич пайда болып, оны күзетшілерден кетуге көндіруге тырысады. Өйткені бұл шайқас самшыларын Пичке шабуыл жасауға шақырғанға дейін жалғасады. Зұлым адам қиғаш соққымен кері соққы беруге тырысады. Бірақ Сандмен күштірек және оны қамшымен ұстап, жолға қарай лақтырып жібереді. Жеңілген Пич мұның бәрін адамдардың оны ұмытып кетуін қаламағаны үшін ғана жасағанын айтып, мейірімділік сұрайды. Алайда, күтпеген маневр жасағаннан кейін, ол Джек пен Сандменді қоршай бастаған ондаған қара жылқыларды шақырады. Бақытымызға орай, Аяз ата шанасында пайда болып, екеуін де құтқарады. Ал Пич қара жылқыларға күзетшілерді жоюды бұйырады. Джек және басқалары тіршілік иелеріне қарсы тұру үшін күш біріктіреді. Ал Сандмен құм бұлтын жасап, оларды қуып жіберу үшін қамшыларын пайдаланады. Дегенмен, Пич күшті жебені шақырып, Сандменнің арқасынан атып, денесін қорқынышқа бөледі. Армандардың құдайы бүлінген және Аяз оны құтқару үшін мүмкіндігінше жылдам ұшады. Бірақ Сандмен оның көз алдында жоғалып кетеді. Содан кейін Пич Джекке қарсы қорқыныш энергиясының толқынын тудырады. Бірақ оның ашуы оны зұлым адамды дәл ортасында
орманнан құлатқан күшті мұз зарядын шығаруға мәжбүр етеді. Осыдан кейін Аяз ата Джек пен басқа қамқоршыларды солтүстік полюске қайтарады. Бірақ өкінішке орай, топ қазір толық емес. Кейінірек күзетшілер Сэндменнің құрметіне жерлеу рәсімін өткізеді. Бірақ олардың арманынсыз балалар қорқынышты түс көреді. Дүние жүзінде жарық сөніп бара жатыр. Бірақ Пасха қояны ертең Пасха болатынын есіне алып, топтан балаларға жұмыртқа жеткізуге көмектесуін сұрайды. Топ келіседі. Ал қоян жердегі үлкен порталды ашады. Ол олардың барлығын өз шұңқырына апарады. Олар келгенде, олар шұңқырға үйілген кішкентай аяқтары бар жұмыртқаларды және Пасха мерекесінде оларды безендіретін сиямен шашыраған гүлдерді көреді. Кенеттен Пасха қояны біреудің оғаш қатысуын байқап, өзін қорғау үшін бумерангтарын шығарады. Алайда София пайда болады. Ол Сноубол порталының арқасында оның шұңқырына кіріп үлгерді. Оны ұйықтататын құмсалғышсыз тіс ертегісі балалардан алған тістерін көрсетіп, қыздың назарын аударуға тырысады. Алайда бұл Софияны одан сайын қорқытады. Ал басқа қамқоршылар оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ олардың ешқайсысы мұны қалай жасау керектігін білмейді. Джек таң қалды. Өйткені олар оның қорғаушысы болғанына қарамастан, олардың ешқайсысы бұрын балалармен көп уақыт өткізбегені шындық. София оны көре алмаса да, Аяз өзінің қар сиқырын қыздың назарын аудару үшін пайдаланады және Пасха қоянына сиқыр жасайды. Ол Пасха жұмыртқалары дайындалып жатқанда, күні бойы қызбен ойнап жүргеніне өте қуанышты. Алғаш рет тәрбиешілер баланы шынымен қуантудың не екенін түсінеді және бір күнді көңіл көтеруден кейін София ақыры ұйықтап қалады. Аяз оны үйіне апарып, қыз бен перімен бірге жолға шығуды ұсынады. Софияны үйіне апарғаннан кейін ол алыстан таныс дауысты естиді және ертегі оның шұңқырға оралуын сұрағанына қарамастан, оның соңынан еруге тырысады. Джек дауыстың артынан орманға барады және туннель арқылы қорқыттың жер асты әлеміне кіреді. Бірнеше секундтан кейін Пич пайда болып, Джектен оған жақындауын сұрайды. Өйткені бұл дүниеде жалғыздықты және ұмытылуды сезінудің қандай екенін ол ғана түсінеді. Ол сондай-ақ қамқоршыларды Джекті бағаламағаны және барлық еңбегін өзіне сіңіргені үшін айыптайды. Ал бала бәріне көрінбейтін болып қалады. Аяз бұған сенгісі келмейді және алаңға қарсы тұруға тырысады. Пич, бірақ оған қарсы тұрудың орнына, Пич оған тістері мен барлық естеліктері бар алтын қорапты береді. Джек таң қалып, не қалайтынын сұрайды. Бірақ бүгейман Джек шынымен жеткілікті жұмыс жасады деп жоғалып кетеді. Бұл сөздерден абдырап қалған Джек туннелден шығып үлгерді. Бірақ оның қасындағы кішкентай пері жоғалып кетті. Оның үстіне Пасха қоянының шұңқырына оралғанда, ол жерге шашылған жұмыртқа қабығын тауып алады. Қаланың басқа жерінде Пасха қояны қалған жұмыртқаларды балаларға таратуға тырысады. Бірақ бос себеттерді көргенде, олар Пасхаға сенуді тоқтатады және күзетшіні көре алмайды. Джек көп ұзамай өзінің алданғанын түсінеді және ол болмаған кезде Пич өзінің қара жылқыларын пайдаланып, ұяға шабуыл жасайды. Баланы көргенде, күзетшілер онымен төбелеседі. Ал пері Джектің қолында ұстап тұрған алтын сандықты көреді. Барлығы Джек пері мен оның серіктерін естеліктеріне айырбастап, оларға опасыздық жасады деп күдіктенеді. Жас жігіт өзін түсіндіруге тырысады, бірақ балалар сенімін жоғалтады. Ал Банни барған сайын әлсірейді. Өзін кінәлі сезінген Джек аспан арқылы ұшып, үлкен мұзды тауға жетеді. Сонда ол қорапты тістерімен бірге лақтырып жібермекші болады. Ол мұны істей алмай тұрып, Пич пайда болады және балаға қараңғылық пен мұзды әлемді жаулап алу және адамдарды жасау үшін пайдалану үшін ынтымақтастықты ұсынады. Оларға сеніңіз, Джек. Алайда Пич оларды қорқынышпен сендіргісі келетінін біліп бас тартады. Зұлым адам ашуланып, балаға ультиматум қояды. Егер ол оған көмектеспесе, ертегіні жойып жіберемін деп қорқытады. Пич оны қолымен мықтап ұстай бастайды. Ал басқа амалы жоқ, Джек келіседі. Зұлым оның орнына өз қызметкерлерін талап етеді. Бірақ Джек оны бергенде қорқыт сөзінде тұрмайды және Аяздың мәңгілікке жалғыз қалатынын ескертеді. Өкінішке орай, ессіз адам пері тұмсығымен мұзды қабырғаға қарай лақтырған Пичтің қолын тістеп алады. Аяз оған қарсы тұруға тырысады, бірақ қорқыт таяғын екіге бөліп, оны жырыққа итеріп жібереді. Ақыры жауы сынған таяқты Аязға лақтырып жібереді де, Джек мұздың ортасында жалғыз қалады деп кетіп қалады. Бақытымызға орай, кішкентай пері аман қалды және Джекке барады. Ол оны мүмкіндігінше жылы ұстауға тырысады. Бірнеше секундтан кейін ол пальтосының астынан шыққан бұрынғы дауысты естіп, алтын қораптан шыққанын түсінеді. Оны ашқаннан кейін ол кішкентай кезінде орманда ағаларымен ойнағанды ұнататын өткенді есіне алады. Бір күні таңертең ол сіңлісімен бірге көлде шаңғы тебуге барды. Бірақ мұз әлі де өте нәзік болды. Қыз аяғының астында пайда болған жарықтардан қорқып кетті. Бірақ Джек оған сабыр сақтап, оған ақырын жақындауын айтты. Содан кейін ол олардың ойнап жүргенде кейіп танытып, мұздың қатты жағына секіріп, әпкесінен де солай істеуін өтінді. Алайда жарықтар үлкейіп, Джек қызметкерлермен бірге секіріп, әпкесін итеріп жіберіп, оның өмірін сақтап қалды. Алайда бала мұзды суға батып, суыққа төтеп бере алмайды. Оның өмірдегі соңғы көрінісі толық ай болды. Бірақ оның жанқиярлығының арқасында айдағы адам оны қамқоршы етіп таңдап, мұздың күшін беріп,
атын Джек Фрост деп өзгертті. Енді ол барлық шындықты білетіндіктен, Джек достарына көмектесуге бел буып, қызметкерлердің екі жартысын қайта біріктіруге тырысты. Ол оны жөндеп үлгереді және перімен бірге солтүстік полюске қарай ұшады. Оқиға орнына жеткенде, ол күзетшілерді таппайды және Пичтің Аяз атаның сарайына басып кіріп, барлық етелерге ойыншықтар жасауды тоқтатуды бұйырғанын көреді. Сол күннен бастап, әлем қорқынышты сезінеді және зұлым адам бүкіл әлем бойынша шамдардың сөніп бара жатқанын көріп, жеңіске жетеді. Тек сол жақтағы жарықтан бастап, қадам жеңіске жететініне сенімді, бірақ бәріне қарамастан, бір жарық әлі де бар. Мичиганның бір жерінде. Оның Джейми екенін көрген Джек баланың бөлмесіне ұшып бара жатып, оның тұлып қоянымен сөйлесіп тұрғанын көреді. Бала пасқаға әлі де сенетінін айтады және одан алдыңғы түннің арман болмағанын және пасқа қоянының шынымен де бар екенін білдіруін сұрайды. Алайда ештеңе болмайды және Джейми қамқоршыларға деген сенімінің аяқталуын білдіретін тұлыпты тастайды. Тіпті байқамай қалса да, Джек өзінің сиқырымен жатын бөлмесінің терезесін мұздатып, оған пасқа жұмыртқасының пішінін береді. Сонымен қатар, ол қоянның суретін салып, оны бөлмеде секіріп, барлық жерге қар шашатын рухқа айналдырады. Мұны көрген Джейми анасының Джек Фрост туралы айтқанын есіне алып, ақыры оны көргенше оны шақырады. Джек ақыры көрінгеніне таңғалады және балаға қамқоршыларға деген сенімін сақтауды айтады, өйткені олардың барлығы шынымен де бар. Көп ұзамай Аяз ата мен пері шаналармен келеді. Бірақ олардың күштері таусылып жатқандықтан, шұғыл қонуға тура келеді. Олар жарықтың соңғы сәулесін іздейді және Джеймиді табады. Ол қазір Джек Фростты көре алады және күзетшілердің шынайы екеніне сенімді. Олардан басқа пасқа қояны да пайда болады. Бірақ пасқа аяқталғаннан кейін ол кәдімгі қоянға айналады. Осыған қарамастан, Джеймидің нұры оларды тірі қалдырады және қамқоршылар кеш болмай тұрып, барлығының сенімін қалпына келтірудің жолын табуы керек. Осы уақытта аспанда өзінің қараңғы энергиясын тарататын алаң пайда болады. Ал Джек топқа баланы зұлымдықпен жалғыз өзі бетпе-бет келген кезде қорғауды бұйырады. Өзінің күшіне қарамастан, алаң одан да күшті және Джектің салқындаған энергиясын жеңе алады. Содан кейін ол шегінуге мәжбүр болады және Джеймиді қорғау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын тапен бірге қашып кетеді. Бала оған әлі де сенетіндіктен, Пич мәселені басқа жолмен шешуге бел буады және өзінің қара жылқыларын олардың барлығын бір жола жоюға шақырады. Джейми қорқа бастайды, бірақ Джек оған уайымдама, мұның бәрі жай ғана ойын сияқты болып көрінуін айтады. Осы кезде Джек әпкесін тыныштандыру үшін дәл осылай істегенін есіне алып, ақыры не болып жатқанын түсінді. Ол басқа балаларды ойындармен қызықтыру үшін қамқоршы болды. Сондықтан Джеймиге қарлы кесек берді. Содан кейін бала оны Пичтің бетіне лақтырып жіберді. Сол себепті ессіз адам Джек пен басқалардың қашып бара жатқанын көрмеді. Бұл сиқыр. Дегенмен, топқа қосымша көмек қажет. Ал Джейми достарына қоңырау шалуға барады. Ал қамқоршылар қалған соңғы сыйлықтарын жеткізеді. Сонымен қатар, қардың сиқыры балаларға аязды көруге мүмкіндік береді және олардың барлығы күзетшілерге қарай жүгіреді. Топ қала орталығына келеді. Онда Пич жылқылармен бірге жарықты бір жола жоюға дайын көрінеді. Күзетшілердің оны тоқтатуға әлі күші жетпейді. Бірақ Джейми мен оның достары оларға көмектескісі келіп, алға шығады. Содан кейін Пич балаларға қара энергия ағынын түсіреді. Бірақ Джейми бұдан былай бүгейманнан қорықпайтынын айтып, қолын созады. Баланың күші қараңғы энергияның шегінуіне әкеліп соғады. Ол сендменнің түсіндегі құмға айналады. Балалардың батылдығының арқасында жаратылыстар өзгеріп, қамқоршылар өз күштерін, соның ішінде бастапқы пішініне оралған үлкен қоянды алады. Олар өздеріне орақпен шабуыл жасамақ болған алаңға қарсы тұру үшін бірге жолға шықты, бірақ бүкіл топ бір уақытта шабуылдады. Оның қоршалғанын көріп, жауыз жасырынып, оларға тосыннан шабуыл жасамақшы болады. Бірақ таныс қамшы оның қолынан ұстап, құмшы өмірге қайта оралады. Балалардың энергиясының арқасында зұлым күш қалыпты жағдайға оралады. Ал арман құдайы Пичті қамшысымен байланыстырады. Содан кейін сен мен құмдарын бүкіл әлемге шашып, балаларды қайтадан бақытты армандауға мәжбүр етеді. Зұлым адам жеңіліп қалды. Ал балалар бұл жолы қарауылдармен бірге қар ойнап, оны бірге тойлап жатыр. Осы кезде Пич оянып, балаларды қорқыту үшін өзінің сиқырын қолдануға тырысады. Бірақ Джейми оның жанынан өтіп бара жатып, бүгеменді көрмей қалады. Пич шарасыздыққа бой алдырып, жасырынған жеріне оралуға тырысады. Бірақ оны күзетшілер тоқтатады. Ал пері оны тұтқындағаны үшін жындыны ұрады. Перілер. Зұлым адам жақын арада адамзатты тағы да қорқыныш билейтінін айтып, соңғы әрекетін жасайды. Мұны дәлелдеу үшін ол өзінің қара жылқыларын шақырып жатыр. Бірақ жаратылыстардың жаңа мақсаты бар сияқты. Жылқылар бүгеменнің ішінен қорқып, оған қарай ұмтылып, оны ұзақ уақыт бойы тұзаққа түсетін тереңдікке сүйреп апарады. Ақыры күзетшілер алаңды жеңіп, перілер балалардың тістерімен бірге босатылды. Тіс ертегісі Джекті алғыс ретінде құшақтап, олар бір сәт көз алмасты. Алайда олардың әңгімесін Аяз ата үзіп тастайды.
ол қалтасынан сақтаушының анты жазылған кітапты алып шығады. Джейми мен оның достарының көзінше Джек қамқоршы болуға және бүкіл әлемдегі балаларды қорғауға уәде береді. Ақырында олардың солтүстік полюстегі базасына қайта оралу уақыты келді. Бірақ Джейми Джектің бір күні қамқоршыларға деген сенімін жоғалтып алуы мүмкін деп қорқып, оның кетуін қаламайды. Алайда Джек Джеймиді қорқыныш пен қараңғылықтан қорғап, әрқашан қасында болатынын айтып, оны жұбатады. Ақырында Джек Фрост өзінің жаңа серіктерімен бірге шанамен кетіп бара жатыр. Оның айдағы адам ретінде белгілі бір мақсатпен далғанына және өзінің шынайы шақыруын мәңгілікке орындайтынына сенім